Geldiniz Келешек Мектеп 10 сынып оқушысы Басатайыр және Семей сыныптасының Бақыткелді Әсел. Бүгінгі біздің жобамыз, яғни әуе қорғанышы құрылғымыз. Бұның негізгі мақсаты ғарыш кеңістігіндегі белгілі бір объектілердің координаталарын және орын ауыстыруын бақылау, және де екінші ғарыштық қоқыс қалдықтарының шоғырлану аймағын анықтау, және де сол апат болған жерлерді анықтайды. Енді өзіміздің құрылғымыз таныстыра келетін болсақ, ең бірінші ол негізгі төрт бөлігі тағаннан және корпусымыздан тұрады. Ал оның үстіңгі бөлігінде екі қабатты оргәниттен тұрады. Яғни оның үстінде бізде жұмсақ картасының бейнесін лазер сынығы арқылы ойып түсірген болатынбыз. Ал астында сол бақылап қарайтын болсаңыздар, оның астыңғы бөлігінде жұмсақ картасының координатасы, атауы, жол мезгілдері, айлары белгіленген. Ал бұның үстіндегі темір нұсқағыш қызметі бұл ғарыштағы объектілердің координаталарын анықтайды. Бұның астында бізде дисплей, яғни дисплей аккумулятор арқылы жарық шығарады. Бұл бізде датчик, яғни қараңғы кезде жанады, яғни ғарышта себебі екі спутниктер соғысуы болса, немесе қоқыстардың шоғырланған аймағы болатын болса, соны табуға көмектеседі. Ал оның астында бізде электромагнитті катушка орналасқан, оның астында бізде диск орналасқан. Диск бізде гироскоптың рөлін атқарады. Гироскоп дегеніміз бұл осы құрылғымыздың ғарыштағы тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Енді негізгі қызметтердің біріне келетін болсақ, осы құрылғымыз арқылы біздегі ғарышқа ұшқан ғарышкерлердің өмірін сақтап қаламыз. Және де жаңағы айтқандай, ғарыштағы белгілі объектілердің орын ауыстыруы, немесе апатты жағдайлар болса, соның орнын анықтай алады. Назарларыңызға рахмет.